Әр халықтың өзіне тән мифологиялық кейіпкерлері бар. Оларды күнделікті өмірге қауіп төндіретін зұлым күш деп атаған. Аңыз кейіпкерлері ата-бабаларымыздың санасында сонау ертеде қалыптасып, өміршеңдігімен таңғалдырады. Осы заманға дейін бұл тіршілік иелері жайлы мәліметтердің сақталғандығы оларды біз үшін одан ары жұмбақ әрі ерекше ете түседі. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Қазақ фольклорында албасты, жезтырнақ, жалмауыз кемпір сияқты кейіпкерлерді аңыз әңгімелері мен батырлар жырлары ертегілерден кездестіре аламыз. Алайда бұл тақырып жіті зерттелмеген. 19-20 ғасырда осы бағытта Шоқан Уәлиханов, Диваев, Потанин біршама зерттеу жүргізеді, естіген әңгімелерін жазып алып отырады. Қазақ мифологиясындағы жаратылыстарды үш негізгі топқа бөліп қарастыруға болады. Исламға дейінгі мифтік тіршілік иелері. Олардың қатарында албасты, сөрел, жезтырнақ, үбе, қонаяқ, жалмауыз кемпір, күлдіргіш, мыстан кемпір, айдаһар және тағы басқа кейіпкерлер бар. Ислам енгеннен кейін тамыр жайған мифтік тіршілік иелері: жын шайтан, пері, жәбірейіл періште, әзірейіл періште, Сүлеймен, Қыдыр әулие. Қазақ бақсыларының жеке жындары болған мифтік тіршілік иелері: Көкеман, Нәдір шолақ, Шойынқұлақ, Шарабас, Ер шойлан және тағы басқалар. Жезтырнақ сөзбе-сөз мыс тырнақ дегенді білдіреді. Қазақ мифологиясындағы көршілес кейбір түрік халықтарындағы әйел бейнесіндегі зұлым сайтан. Әдетте ол әдемі жас қыз немесе әйел бейнесінде көрінеді. Мұрны мен тырнақтары мыс, қаһарлы мінезді, адуын күшке ие. Жезтырнақтың дауысы зор, қатты шығады. Айқайымен құстар мен майда жануарларды қырып салады. Көп сөйлемейтін, тұйық мінезді болып келеді. Қазіргі тілмен айтсақ, вампирдің бір түрі. Еуропалық нұсқалардағы жыннан айырмашылығы, жезтырнақ күмістен қорықпайды. Оның киімдері күміс пен алтын әшекейлерге толы. Ұзын металл тырнақтары бар қолын жезтырнақ көзге көрсетпейді, ұзын жеңінің астында ұстайды. Жезтырнақ адамды суық, бірбеткей көзқарасымен гипнозға түсіреді. Адам ұйқыға кеткенде темір тырнақтарын сұғып, бар қанын сорып алады екен. Бұл тіршілік иелері өш алғыш. Жезтырнақты өлтірсең де оның күйеуі, сөрел не балалары міндетті түрде өш алады екен. 4 түлік малдың барлығында әулие бабалары бар. Бұлар да мифологиялық образдарға жатады. Қой киесі Шопан ата, ешкінің киесі Шекшек ата, жылқы киесі Қамбар ата, түйенің киесі Ойсыл қара, сиырдың киесі Зеңгі баба. Албасты барлық демонологиялық бейнелердің ішіндегі ең танымалы. Түркі халықтарында кең таралған. Оның атауының шығу тегі соңына дейін түсіндірілмеген. Түбіріндегі баста сөзі түркі тектес басу деген мағынаға саяды. Албасты әйел адам, көбіне ұсқынсыз, толық түкті өткір тістері бар. Омырауы жерге дейін салбырап тұрады. Жүгіргенде оны иығының артына лақтырады. Кейде өзінің шынайы келбетін жасыру үшін ол адамның өкпесін ұстап алып жүрген ит, түлкі немесе ешкінің бейнесіне енеді. Өкпені босану кезінде есін жоғалтқан әйелдерден ұрлайды. Егер албасты су тауып, ұрланған өкпені суға батырса, онда босанған әйел бірден өледі екен. Албастылар түнде атқа мініп, ат жалдарын өріп жүреді деп саналған. Қазақтар албастыны 3 түрге бөледі: қара албасты, сары албасты және сасық албасты. Біріншісі ең қауіпті болып саналады және онымен кездесу әдетте адамның өлімімен аяқталады. Ал қара албастының 70-ке дейінгі емізігі бар екендігі туралы айтылады. Ал сары албастының өзіне тән ерекшелігі, ол өте айлакер. Жалмауыз кемпір. Атауы жалмайтын ауыз дегеннен шықса керек. Бұл мифологиялық кейіпкер көбіне батырлар жырымен ертегілерден таныс. Жалмауыз кемпір жерге дейін еңкейген кәрі әйел, сарғайған тістері бар, аузы дәу. Қалауына қарай тістерін кез келген заттарға айналдыра алады. Ол азығы ретінде тек адамдарды жейді. Оларды аулап, 40 құлағы бар дәу тайқазанда қайнатады. Жалмауыз кемпір жайлы мынадай оқиғалар бізге жеткен. Ол адам өкпесіне айналып суда жүзіп бара жатады, бейқам отырған адамға жақындағанда кәрі кемпірге айналып шап беріп ұстап алады екен. Қыдыр ата немесе Қызыр ата. Қазақ мифологиясында аталатын ірі образ. Халық арасында Қыдыр ата қолдасын деген ұрандар жиі айтылады. Қыдыр көбіне батырлар жырларында жиі айтылады.
батырлар одан демеу қолдау күтіп атын атап шақырады. Қазақ халқының ұғым түсінігінде Қыдыр сәттілік пен бақ беруші, көбіне иман жүзді қарт түрінде бейнеленеді. Күнделікті кездесетін адамдардың арасында Қыдыр ата болуы мүмкін. Ол әртүрлі кейіпте жүреді деп саналады. Қонаяқ. Адам тектес образ, аяғының орнына ұзын белдік болады. Шоқан Уәлиханов бұлар туралы өз зерттеулерінде көп жазған. Қонаяқ егде тартқан ер адам түрінде көрінеді. Ол ағаш басына шығып құрбанын күтіп отырады екен. Адам орманда серуендеп жүргенде оны көмекке шақырады. Жолаушы оны аяп ат үстіне отырғызғанда қонаяқ оны ұстап аяқтарының орнына белдіктерімен тұншықтырып жанын алады. Айдаһар немесе аждаһа атауы Иран тілінен шыққан. Қазақтарда бұл образ үлкен жылан түрінде бейнеленеді. Кейбір ертегілерде оның бірнеше басы бар. Ол туралы таралған аңыз бойынша, егер осы ірі жылан адам көзіне түспей 100 жыл өмір сүре алатын болса, айдаһарға айналады. Ал егер 200 жыл өмір сүре алатын болса, қызға айналады деген аңыздар бар. Қызға айналған айдаһар тұрмысқа шығып, ауылда түнгі уақытта адамдарды жеп кетеді екен. Айдаһардың осал түсі шөлге шыдамсыздығы екен. Оны кіндігінің жоқтығынан 4 тал ғана тісінің болуынан анықтайтын болған. Зерттеуші ғалым Сейіт Қасқабасов өзінің қазақ халық прозасы еңбегінде мифтер туралы толыққанды ақпарат береді. Миф атауы қазақ жағдайында еуропалықтар қолданған мағынадан сәл басқалау болуға тиіс дейді ғалым. Еуропада миф ұғымы жайлы айтқанда құдайлар меңзеледі, ал қазақтар бұл түсінікте ата-бабалар аруағы мен түрлі жан-жануарлар мен құстардың ерекшелігі жайлы айтқан. Қазақтардың миф әлемі өте күрделі. Бір жағынан бұл халық арасында ауызша таралған әңгіме болса, екінші жағынан халық емшілері осындай ойдан шығарылған кейіпкерлермен күрескен. Оларды бақсылар деп атаған. Осындай әңгімелердің кең таралуының негізгі себебі қазақтардың көшпелі өмір салты болса керек. Дала, жайлау, таулар мен орман тоғай, өзен көлдер салт атты жолаушыға мұндай көрініс түн уақытында үлкен психологиялық қысым түсіретіні анық. Оған қоса жабайы табиғатпен бетпе-бет келген адам өзін еш қорғаусыз сезінген.